Шыңғыс Айтматовтың «Ақ кеме» повесі адамның арманы мен мейірімін, табиғат пен адам арасындағы нәзік байланысты суреттейтін терең шығарма. Тау ішінде орманшы ауылда бір жетім бала өмір сүреді. Бұл бала ата-анасынан айырылған. Оны атасы Мұсабай қарт орманшы өз қолында тәрбиелеп отыр. Атасы оны жақсы көреді, бірақ кейде қатал сөйлейді. Бала күн сайын көлге қарап алыста жылт еткен ақ кемені көреді. Сол кеме оның ең асыл арманы. Ол өз ойында кеменің ішінде жүзіп бара жатқандай елестетеді. Bir күні мен де сол ақ кемемен жүзіп кетемін деп үміттенеді. Bir күні атасы оған болғаны туралы аңыз айтып береді. Бұрын табиғат пен адамдар дос еді. Бірақ бір күні адамдар қасиетті бұға ананы өлтіріп, өз тамырларынан айырылады. Бала табиғатты қасиетті деп біледі. Бірақ бір күні ауыл адамдар аны улап бұға атып алады. Бала өз көзіне сенбейді. Қалайша ол қасиетті ғой деп іштей күйінеді. Оның бала жүрегі мұны көтере алмады. Бала әлемнің қаталдығын түсінбей кетті. Ол адамдардың мейірімін жоғалтқанын сезінді. Сөйтіп ол ақ кемемен бұғы ананың жанына баруды ойлады. Және бір күні тыныш қана өзенге түсіп кетеді. Бұл бала ақ кемеге жетті ме, жеткен жоқ па, ешкім білмейді. Бірақ ол тазалық пен арманның символы болып қалады. Шыңғыс Айтматов айтқандай, адамның жүрегінде мейірім өлмесе, үміт те өлмейді.